Олардың зерттегені көп, бірақ айтылмай келеді. Бұл қазір қандай балықтың қабығын зерттеп жатсыз? Табан балықтың қабығын қарап отыр. Табан балықтың қабығы? Иә. Бұл сонда неше жыл өмір сүрген? Қазір мынау 5 жас көрсетіп тұр. 5 жас көрсетіп тұр. Олардың еңбектері көп, бірақ бағаланбай келеді. Мынау біздің жайықтың астындағы балықтың қорек денетін тамақтары. Это как называется? Это называются олигохеты. И хирономиды, вот данный вид. Это личинка комара. Олар көп оқып, бүткіл өмірін осы балық саласына берген. Олар балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы. Республикадағы балық ресурстарын зерттеу және қорғауға 95 жыл бойы үлесін қосып келе жатқан жетекші ұйым. Бұл орталық 1929 жылы Арал қаласында бүкіл одақтық балық шаруашылығы және океанография ғылыми зерттеу институтының ғылыми балық шаруашылығы станциясы ретінде құрылған. Бүгінде балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы еліміздің барлық аймақтарын 6 өңірлік филиалы арқылы жұмыс жасайды. Атырау, Батыс Қазақстан, Алтай, Арал, Балқаш, Солтүстік және Бас Кеңсе Алматы қаласында орналасқан. Бұл филиалдар мен облыстар 5 пункттер Қазақстанның барлық аймақтарын қамтып, әрбір су қоймасын зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл ғылыми ұйымның миссиясы Қазақстан Республикасының балық ресурстарын сақтау және көбейту, сондай-ақ олардың пайдалануына жаңа мүмкіндіктер беру. Сіз білесіз бе, балық саласы бойынша сол командада мықты білікті мамандар жұмыс жасайды. Иә, 2 ғылым докторы, 5 ғылым кандидаты және 10 PhD докторы және 50 магистр орталықтың қызметі аккредиттелген. Бұл мемлекеттік тапсырыстар мақсаты қаржыландыру, бағдарламалары және ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру бойынша гранттарға белсене қатысуға мүмкіндік береді. Соңғы 3 жылда ғылыми өндірістік орталығы 2 кешенді ғылыми бағдарламалы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің 2 грантын және коммерцияландыру бойынша бірнеше жобаны жүзеге асырған. Мәселен, 2022 жылы ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру бойынша 2 жобаны сәтті аяқтаған. Одан бөлек, ғылыми өндірістік орталық Қазақстанның жануарлар дүниесінің қызыл кітабын жасауға 2023 жылдан бастап атсалысып келеді. Қызметкерлері өткен 3 жылда балық шаруашылығы үшін инновациялық технологиялар мен әдістерді енгізу арқылы елеулі жетістіктерге жеткен. Айта берсек, Қазақстанда балық шаруашылығы үшін жасап жатқан жұмыстары өте көп. Каспий теңізінің жағалау аймағында және Ертіс, Балқаш, Алакөл, Арал, Сырдария бассейндегі су айдындарында қолданылатын оңтайлы аулау құралдарына нормативтер әзірледі. Балқаш маринкасы мен Арал пілмай шип балығы сияқты сирек және эндемикалық балық түрлерін ұстау және өсіру үшін бірегей биотехникалық әдістер енгізілді. Бірінші рет Арал, Усачы, асыл тұқымы балықтар генетикалық паспорттар әзірледі. Бұл сирек балықтың түрлерін сақтау және көбейту үшін маңызды қадам болды. Ең бастысы ғылыми өндірістік орталық жыл сайын еліміздің барлық балық шаруашылығы су айдындарында балық ресурстарының, олардың азық базасын және мекен ету ортасының жағдайын бағалау бойынша зерттеулер жүргізді. Алынған ғылыми нәтижелер ауыл шаруашылық министрлігінің жыл сайынғы балық шаруашылығы үшін балық аулау лимиттерін бекітуге негіз болды. Соның ішінде Жайық Каспий бассейндегі шаруашылығымыз үшін. Қазіргі Қазақстанда дамып келе жатқан аквакультура, балық өсіру саласындағы түрлі аурудың алдын алу жасалатын жұмыстар тағы бар. Ветеринария, микробиология, вирусология және ихтиология қамтитын мамандардың тағы осы балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталықтан табасыз. Алайда, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығын жекешелендіруге жататын ұйымдар тізіміне енгізді. Яғни оны жеке қолға сатуда. 95 жыл еңбек етіп келді ғой. Бұл дегенің бір ғасыр. Сонда сол 95 жыл еңбек зая кеткені ме? Қолға өту бұл дегенің үлкен тарихы бар, өндірісті құлатқанмен тең. Кезінде колхоз, совхоз, бертін келе өндірістік балық шаруашылығы Атырау балықты көргенбіз қалай қираған. Білдей бір ұйым 95 жыл еңбегі бар, бостан бос зая кетпек. Біздің еліміздің балық ресурстарын сақтау мен дамытудағы 100 жылға жуық жетістіктері мен үлесін ескере отырып, мен балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығын жеке құрылымдарға бермеу өте маңызды деп есептеймін. Себебі орталықтың жекешелендіруі ғылыми және негізделген тәсілді қамтамасыз етуге елеулі зиян келтіруі мүмкін.
Сіздер білесіздер ме? Балық уылдырық шашар уақытта суды таяқпен соғуға болмайтынын. Атырауда дарылдап теңізге қатынайтын драндөлеттің жүруіне тыйым салған сол ұйым болатын. Дарылдап, мұзыңды да сындырып, алдын жайпап келетін СВП-ның даусы не деген жойқын десеңші. Даусы 120-130 децибелмен соққанда балыққа келетін зиян өте қатты. Ал уылдырық шашар кезде өте қатты зиян әрі бұған тоқтау салған осы ұйым. Сонымен қатар, уылдырық салу кезіндегі балыққа шаруашылығының әлеуметтік экономикалық жағдайына қауіп төндіреді. Себебі Жайық Каспий бассейні азық-түлік қауіпсіздігі мен Атырау және Маңғыстау облысындағы мыңдаған адамдар үшін жұмыс орындарының негізгі көзі. Бұл факторлардың ескермей түзетулердің қабылдауы өңірлердің тұрақты дамуы мен халықтың азық-түлік әл-ауқатына зиян әкелуі мүмкін. Айтпақшы, балық аулауға лимитті кім береді дейсіз бе? Әрине, сол ұйым. Балқаш, Зайсан, Арал, Қиғаш, Жайық тағы басқа да балықшылардың балық аулау нормативтік лимиттерін тағы осы балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы бөледі. Маған бір нәрсе түсініксіз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылдың қарашасында Маңғыстау облысының тұрғындарымен кездесуінде Каспий теңізіндегі су деңгейінің төмендеуі проблемасына тоқталып, Каспий теңізін зерттеу институтын құру жөнінде тапсырма берді. Бүгінде үкіметтің осы ғылыми институттың құрылуына қолдау көрсетті. Алайда мемлекеттік органдардың бір жағынан мемлекеттік қажеттіліктер үшін зерттеулер жүргізу мақсатында жаңа институтты құруды қолдауы. Екінші жағынан 95 жылдың тарихы бар ауыл шаруашылығы профиліндегі 12 ғылыми мекемені жекеменшілікке беруін қалайтынын маған түсініксіз болып тұр. Құрметті ауыл шаруашылығы министрлігі және балық шаруашылығының комитет төрағасының міндетін атқарушы Аян Қайратұлы Бақиянов мырзаға осы үндеуім сіздерге болсын. Мемлекеттік қолдаудың арқасында біз елдегі балық ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану мәселелерінде ғылыми тәсілдердің қоғам мен табиғаттың ұзақ мерзімді мүдделеріне бағытталуын қамтамасыз ете аламыз. Тек қысқа мерзімді коммерциялық пайдасына емес.